Есімім Абишев Төлеу Рысбекұлы. Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының тәрбие теориясы және әдістемесі орталығының директоры боламын. Бүгінгі осы 2 күнге өтіп жатқан іс-шарамыз осы академия тарапымен және де осы Солтүстік Қазақстан білім басқармасының және әдістемелік орталықтың қолдауымен бірлесіп атқарған іс-шарамыз. Негізгі тақырыбы осы біртұтас тәрбие бағдарламасын сабаққа енгізу жолдарын таныстыру, яғни практикалық түрде таныстыру болып келеді. Бұл бағдарлама 2024-2025 оқу жылынан бастап міндетті бұйрықпен түскен болатын. Барлық білім беру мекемелері, яғни бүкіл Қазақстан бойынша жүргізіліп жатыр. Енді қазіргі таңда пәндерге енгізу мұғалімдерде қиындықтар туындап отыр. Сол себепті де біз осындай үлкен іс-шаралар арқылы мұғалімдерге жолдарын көрсетудеміз қазіргі таңда. Бұл шара бір реттік шара емес, бұл үлкен бір жоспардың бір бөлігі ғана. Өйткені жыл басында Астана қаласында бастау алған болатын бұл шарамыз. Астана қаласында төрінде өткізілді. Енді екінші осы Солтүстік Қазақстан өңірі қолдап жалғастырып отыр. Енді келесі кезектерде алдымызда Абай облысы, Жетісу облысы және де Ақтөбе облыстары жыл көлемде осы бағдарламаны практикалық түрде жүзеге асырудың, яғни өз өңірлеріндегі педагогтарына және де республикадан келген барша көрермен педагогтарға таныстыратын болады. Яғни осы арқылы біз мұғалімдерге әдістемелік қолдау көрсету мақсатын алып отырмыз. Бағдарламаның негізгі мақсаты балаларды тәрбиелеу. Яғни бұл біртұтас тәрбие бағдарламасы бұл тек сол тәрбиенің бір құралы ғана деп қараймыз. Және де біз мектеп қабырғасында оқушыларымыз білім алады. Сонымен қатар, яғни білімсіз алған тәрбиесіз алған білім, ол адамзаттың қас жауы демекші, білім қатар жүру керек. Яғни бізге қоғамға адал азаматты шығару үшін осы бағдарлама еніп, қазіргі таңда белгілі бір нәтижелер көрсетіп жатыр. Яғни адам оқушылардың қоғамында деген өзіндік шығармашылық белсенділігін таныту және волонтерлық дейміз ғой. Сондай өзіндік іс-қимылдар арқылы қоғамға жанашырлығын таныту арқылы біз осы бағдарламаның жүзеге асқандығын көре аламыз. Сонымен қатар бұл бағдарламаның жүзеге асуын тағы да бір бақылаудың құралы ретінде өзіміз 91 рет сауалнама аламыз ата-анадан, педагогтерден, оқушылардан, яғни бұл бағдарламаның қандай таңда жұмыс жасап жатқанын, яғни олардың кері байланыс арқылы біз өзіміздің жаңағы оңды тұстарымыз және осал тұстарымызды анықтап, келесі кезеңдерде, келесі шараларда, келесі бір жұмыстарда осы жұмыстарымызды одан ары қарай үдетіп жалғастыратын боламыз.